Сәлем достар, сіздермен шоу-бизнес арнасы. Маған тіркеліп, қазақша контентті қолдап, видеоны соңына дейін қараңыздар. Айдарбековтер әулетінің отанасы Гүлзира Айдарбекова кенже ұлының әйелмен ажырасып кеткенін айтты. Заңғар мен жібектің екі бөлек жүргені көпшілік арасында біраз талқыға түсті. Алайда ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасына қатысты ешкім нақты мәлімдеме жасамаған болатын. Инстаграмда тікелей эфирде оқырмандармен байланысқа шыққан Гүлзира Айдарбекова заңғар мен жібекке қатысты толассыз сұрақтарды елеусіз қалдыра алмады. Продюсер көптің көкейінде жүрген сұраққа жауап беріп, соңғы нүктесін қойды. Неге бәріңіз қоймайсыздар? Заңғар мен жібек ажырасты. Менің түк қатысым жоқ. Дәм-тұзы жараспады. Заңғар да жақсы, жібек те жақсы. Үйленгенімен бірге тұра алмады, деді Гүлзира Айдарбекова. Айта кетейік, Айдарбековтердің кенже ұлы Заңғар мен жібек өткен жылдың наурыз айында шаңырақ көтеріп, дүркіретіп той өткізген болатын.